Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі біздің семинар тақырыбы мектепке дейінгі ұйымда балалардың әлеуметтік эмоционалдық дағдыларын дамыту әдістемесі. Жалпы әлеуметтік эмоционалдық дағдылар дегеніміз не? Әлеуметтік эмоционалдық дағдылар баланың өз эмоцияларын түсінуі, өзін өзі реттеуі, өзгелерді түсіну, дұрыс қарым-қатынас жасау, жауапты шешім қабылдау қабілеттері. Осы дағдылары балалардың жақсы дамыған болса, психологиялық қауіпсіздігі және мектепке дайындығын қамтамасыз етеді. Осы балалардың әлеуметтік эмоционалдық дағдыларын дамытуда сель бағдарламасын қолданған өте тиімді. Сіздерге сель бағдарламасы туралы кішкене анықтама беріп кетейін. сель бағдарламасы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балалардың әлеуметтік және эмоционалдық дағдыларын дамытуға бағытталған заманауи педагогикалық бағдарлама. Бағдарлама барысында балалар өз эмоцияларын тануға, оларды дұрыс жеткізу білуге, құрдастарымен тиімді қарым-қатынас жасауға, бір-біріне жанашырлық танытуға және жағымды мінез-құлық қалыптастыруға үйренеді. Сель әдістерін мектепке дейінгі ұйымдарда қолдану баланың психологиялық жайлылығын қамтамасыз етіп, оның қоршаған ортаға бейімделуін жеңілдетеді. Сонымен қатар, бұл бағдарлама балалардың коммуникативті қабілеттерін, эмоционалдық тұрақтылығын және шығармашылық белсенділігін дамытуға ықпал етеді. Яғни бағдарламаның тигізетін септігі өте көп. Жалпы бағдарламаның мақсаты қандай және міндеттері қандай? Бағдарламаның ең басты міндеті баланың өз сезімдерін түсіну, эмоцияларын реттеу және қоршаған әлеммен үйлесімді қарым-қатынас құру дағдыларын дамыту. Негізгі міндеттері баланың эмпатиясын дамыту, серіктестік қасиеттерін арттыру, топтағы жанжалдарды оңай және сындарлы шешуге баулу болып саналады. Осы бағдарламаның мақсат міндеттерін дұрыс қолданған кезде біз қандай нәтиже күтеміз? Яғни күтілетін нәтиже қандай? Бала өз эмоциясын еркін басқара алады, өзгелерді сыйлайды, әлеуметтік климатқа оңай бейімделетін тұлға болып қалыптасады. Енді жас ерекшеліктеріне сай дамыту ерекшеліктері қандай? 2 жастағы балалар эмоцияларды қарапайым деңгейде білдіру, қауіпсіздік сезімдерін білдіре алады. Бұл жерде педагогтың фокусы қандай? Яғни педагог қандай жағдай жасау керек? Балалар, осы кішкентай балалар өздерін жаңағы көңіл күйін қарапайым деңгейде білдіре алады дедік қой. Сосын қауіпсіздік сезімі. Осы жерде педагог бұл жерде табиғи сенімділік ортасын құру. Яғни балабақшаға, топқа, ортаға келген кезде ол орта қауіпсіз екенін сезіне білу. Өзінің эмоциясын жаңағы қарапайым түрде жеткізе білуге бағыт беру. Тактильді байланыс жасау. Тактильді байланыс жасау, жаңа баланы құшақтау, бетінен сүю деген сияқты, немесе қолдау, қолын алу, басынан сипау. Осының бәрі бала, ол кішкентай бала сезінеді. Ал 3 жастағы балалар қандай ерекшеліктері бар? Бұл 3 жастағы балалар басты эмоцияларды ажырата алады және атай алады. Мысалы, смайлик көрсететін болсаңыздар, ол смайликта жаңағы бала күліп тұрма, немесе ренжіп тұрма, немесе мұңайып тұрма, осыны 3 жастағы бала ажыратып айта алады. Тәрбиешінің негізгі
бағыт беруі бұл жерде ертегілердің ертегідегі кейіпкерлердің іс-әрекетін талдау. Ол жағымды кейіпкер ма, иә, ол жағымсыз кейіпкер ма, неге ол жағымсыз, неге ол жағымды. Жаңағы түлкі мысалы ренжіп қалды деген кезде ренжіп тұрған эмоция смайликті көрсетсе, балалар түсінеді. Немесе балалардан сұрауға болады. Түлкінің ренжіп тұрған несін көрсетші десе, смайликті балалар ішінен тауып көрсетеді. Сол сияқты 4 жастағы балалар ерекшеліктері қандай? Жастарына сәйкес. Бұл жерде балалар бір-бірімен дос бола алады. Өздерінің заттарын өзгемен құрдастарымен бөлісе алады. Осы бөлісу дағдысы мен қарым-қатынас жасау дағдысын меңгереді. Бұл дағдыларды қай кезде олар меңгереді? Бұл жерде тәрбиешінің жалпы бағыт-бағдар беретін кезі қандай? Командалық ойындар ойнаған кезде, топтық жобалар жасаған кезде, рөлдік ойындар ойнау кезінде тәрбиеші бағдар береді. Баланың жасайтын жаңағы жұмысының қызметін, мысалы рөлдік ойындарда дүкен ойыны болатын болса, сатушы болады және сатып алушы болады. Сатушының қызметі қандай, сатып алушы қандай қызметті атқарады, соны түсіндіріп бағыт береді тәрбиеші. Немесе командалық ойында бір жалпы командаға тапсырма беріледі, соны бәрін бірлесіп шешулерін керек. Ол жапсыру жұмысы болса, мысалы, біреу желімді жағып жатады, біреу жапсырып жатады, біреу қиып жатады. Олар бір-бірін қолдап, командамен сол жұмысты тез бітіру керек, мысалы. Ол енді берілген тапсырмаға байланысты, қандай тапсырма береді, соны топ болып орындауға тәрбиеші түсіндіріп бағыт береді. Сол сияқты қандай да бір тақырыпқа жоба жасайтын болса, топтық жоба деп айтып жатырмыз, ол жерде де бірлесіп жасайды жобаларды. Ол мысалы өсімдік, бір қандай да өсімдік болатын болса, бақ-бақ мысалы, сол бақ-бақты қайда өседі, оны қалай өсіреді, оның қандай тұқымы бар, оған қай кезде су құйылады деген сияқты. Жалпы мысалы ретінде айтып отырмын. Осындай жобаны өсіп келе жатқанын біреу суретке түсіріп отырса, біреу салса қағазға, осы жобаны бірлесіп, бұл жерде ата-ана да қатысуға болады жобаға, бәрі бірлесіп жасайды. Жалпы командалық жұмыс болсын, топтық жұмыс болсын, рөлдік ойындар болсын, педагог балаларға бағыт-бағдар беріп отырады. Енді 5 жастағы балалар ерекшелігіне тоқталып өтетін болсақ, олар осы жастағы 5 жастағы балалар, олар өздерін бақылай алады. Өздерінің мінез құлықтарын, өздерінің тәртіптерін, жасаған жаңа поступктарын бәрін бақылап, немесе жолдасының, құрдасының жасап жатқан мінез құлығын, қылығын, барлығын бақылап, оны айта алады. Ол дұрыс па, бұрыс па, жақсы ма, жаман ба, айыра алады. Сонымен қатар, құрдастары топта қандай да бір ойыншыққа таласып, бір жанжалдасып, бір жағдаят болып жатса, соны бәрі бірлесіп шешуге, немесе жеке әркім өзінің көзқарасын айтып, пікірін айтып, шеше алады. Бұл жағдайда қандай да бір топта жағдаят болса, педагог бұл жерде енді проблемалық жағдаят болатын болса, оны талқылауға болады балалармен бірге, тәрбиеші сұрақ қояды. Мысалы, осы Арманның жасаған ісі дұрыс па, әлде бұрыс па, сендер қалай ойлайсыңдар деп балалардан сұрап, тәрбиеші осы жағдаятты бірге талқылап шешеді. Немесе рефлексия. Күнде өтіп жатқан ұйымдастырған іс-әрекетін не рефлексия жасауға болады. Бүгін біз қандай тақырып өттік, онда қандай ойын ойнадық,
қандай сергіту сәті болды, қандай тапсырмалар орындадық, қайсысы саған ұнады, қайсысы қиын болды, қайсысы жеңіл болды. Жалпы ұйымдастырған іс-әрекет өткеннен кейін осындай рефлексияларды қорытындыны өткіземіз. 5 жастағы балалар оны талдап айтып бере алады. Сонымен қатар сезім күнделігін жүргізуге болады балаларға топта. Оның ішіне смайлик арқылы баланың жаңағыдай күліп тұрғаны, жақсы поступок жасағанын, ренжіп тұрғаны, жаңағы дұрыс қылық жасамағанын апта бойына жапсырып, жұма күні қорытындысын шығарып, жаңағы кім бүгін осы аптада жақсы бала болды, қандай жақсы өзі мінез құлқын көрсетті, кімге көмектесті деген сияқты. Сосын ол балаларға қандай да бір кішігірім сыйлық беріп, марапаттап отырса, баланың қызығушылығын арттырып, бағыт беріп, жаңағы сүйемелдеп, қолдап отырса, бұл тәрбиешінің алдағы өзінің жұмысына жеңілдігін тигізеді. Топтағы балаларды бірлесіп, бірге тәрбиелеуге, осындай жағдайларды талқылағанда не қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін айырады. Және алдағы уақытта балалар осындай жаман қылықтарды жасамауға, жақсы әдеттерді жасауға, жақсы мінез құлықтарын көрсетуге, көмектесуге жолдастарын. Осындай жақсы дағдылары балалардың дамиды. Енді заманауи тағы тиімді әдістер қандай бар? Осы әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды дамытуда. Қазіргі кезеңде әрбір топта сезімдер бұрышын ұйымдастыруға болады. Бұл бізді жаңағы орысша уголок уединения дейді, немесе тыныштандыру бұрышы дейді. Қандай да балалар балабақшаға келгенде ұйқысы қанбай келіп, жаңағыдай ашулы болып келсе, осы тыныштандыру аймағына отырғызса баланы. Немесе бір жолдасымен ренжісіп қалған кезде, бала жылап қалып жатса, осы тыныштық аймағына отырғызып. Оларды тактилді құралдармен қамтамасыз ету керек осы бұрышты. Ол жерде жаңағыдай жұмсақ суджок доптары, сосын жұмсақ жастықтар жасатын, кілемше төсеп қойып, көбектар, смайлик ойындары, жаңағы балалар текшелер, смайлик, жұмсақ көбекте жаңағы текше бар, соған смайликтерді жапсырып, осы ойыншықтармен әртүрлі бала ойнап, осы бұрышта тынышталады. Яғни ашуын басады, өз-өзіне келеді. Өзін жаңа реттеуге үйренеді, жалпы бір сөзбен айтқанда бала. Одан кейін эмоциялық шеңбер деп атап жатырмыз. Эмоциялық шеңберді күнделікті өткізуге болады. Таңертеңгі таңғы жиында балалар бір-бірінің көңіл күйіндерін сұрап, бір-біріне қолдау білдіріп, осындай әдістерді тәрбиеші жиі қолданса, баланың эмпатиясын дамытады, ортақ жауапкершілік сезімге оятады. Мысалы, дүйсенбі күні балаларды таңғы жиынға жинап, сенбі, жексенбі күндерін қалай өткізгенін сұрауға болады. Қайда бардың? Мүмкін бір балалар мұражайға барған шығар, бір балалар циркқа барған шығар, біреулер демалыс орнына барған шығар. Әркім өзін осы демалысын қалай өткізгенін бір-үш бала айтып, ортаға ойларын салса, ол жерде қандай не қызықты болды. Ол құрдастары, мысалы, қызығып, олар да сол жерге барғысы келеді, мысалы. Сонда тәрбиеші айтуы мүмкін. Сендер де келесі демалыстарында осындай демалыс орындарына барып, ата-аналармен демалып қайтыңдар. Қандай нәрсе көрдіңдер, не ұнадыңдар, келгесін бізге айтып беріңдер деген сияқты. Немесе кешкісін балаларды жинап, бүгін біз таңертеңнен кешке дейін немен айналыстық, қайда бардық? Музыка залына бардық, дене тәрбиесі залына бардық. Қазақ тілі кабинетіне бардық, серуенге шықтық, ойнадық. Топта ұйымдастырған әрекет жасадық, зерттеу жасадық, ойнадық, ұйықтадық, тамақ іштік. Осындай шеңберге отырып, эмоциялық шеңберге отырып, әр бала өзінің көңіл күйін білдіре алады. Ойын айтып, мүмкін бір балаға бүгін көңілсіз болған шығар, сонда
бүгінгі сенің кешкі көңіл күйің қандай, күн ұзағында жүргенде? Балалар смайликті алып көрсетуі мүмкін. Өзінің көңіл күйін көрсете алады. Жаңағы көңіл күйі қандай болды? Бүгін көңілді болды ма, көңілсіз болды ма? Не себепті көңілсіз болды? Не себепті оған көңілді болды деген сияқты. Осы жаңа эмоциялық шеңберді өткізуге болады. Яғни заманауи тиімді әдістер баламен жұмыс жасаған кезде осындай сезімдер үшін ұйымдастыруға болады, және эмоциялық шеңберді ұйымдастыруға болады. Келесі, біздер барлығымыз білеміз, баланың ең басты іс-әрекеті ойын екені. Қандай да іс-әрекет өткізеді, біз ойын арқылы өткіземіз. Енді бізде қандай ойын терапиясы бар? Ойын терапиясы да жаңа құм және су терапиясы бар. Бұл құм су терапиясының жүргізудегі мақсат баланың ішкі стресінің, агрессиясының, қорқыныштарын бейсаналы деңгейде жеңілдетуді тиімді жаңа табиғи құрал болып саналады. Балалар құммен ойнағанда тынышталады өздері. Сумен ойнағанда балалар жақсы көреді өте. Жаңағыдай ұсақ киндер сюрприздің ойыншықтарын осы құмның астына тығып қойып іздеп табуға болады әртүрлі. Су терапиясында әртүрлі жаңағы бояуларды қосып зерттеу жұмыстарын жүргізуге болады. Жалпы ойын терапиясы, жаңа құм және су терапиясы, бұл табиғи құрал балалармен күнделікті жұмыс істеуге өте тиімді. Сонымен қатар интерактивті ертегі терапиясы. Балаларға кейіпкерлердің іс-әрекетін талдау арқылы дұрыс моральдық және эмоционалдық шешім қабылдау үлгілерін көрсетеді. Яғни, қандай да бір ертегіні өтетін болсаңыздар, оқып түсіндіретін болсаңыздар, немесе оны сахналап, немесе оны мультфильм ретінде көретін болсаңыздар, интерактивті тақтадан, сол кезде балалар ертегідегі кейіпкерлердің іс-әрекетін талдай алады. Жақсы жақтарын, жаман жақтарын, және оны ажыратып, алдағы уақытта оны қайталамауға, олай дұрыс жаңағы жасауға болмайды, немесе жаңағы жақсы қылық болса, ол дұрыс жасады, көмектесті деген сияқты өз ойларын айтып жеткізе алады. Бұл жерде жаңағы эмоциялық тұрғыда балалар өздері шешім қабылдап, кейіпкерлердің жаңағы іс-әрекетін үлгі ретінде көрсету арқылы түсіндіре алады. Бұл интерактивті ертегі терапиясы. Енді келесі тағы бір терапияның түрі эмоциялық текшелер. Бұл үлкен жаңағы текшелер. Текшелерді әр нәрседен жасауға болады. Жаңағыдай ішіне қазір мақта салып, сыртын қаптап, мынандай матадан істеуге болады. Немесе жаңағыдай сыртын қаптап жуылатын пленкадан жасауға болады. Оған әртүрлі суреттерді жапсырып, смайликтер жапсырып, эмоциялық жағдайлар туғызған кезде, сахналаған кезде, мысалы балалар сахналып бір кейіпкердің ренжіген қалпын көрсетсем түріндесе, жаңағыдай өзінің түрінен көрсетеді, немесе смайликпен де көрсете алады. Сондықтан осындай эмоциялық текшелер балаларды қандай да бір адамның, немесе жан-жануардың жаңағы көңіл күйін білдіруде қолдана алады. Енді жаңа біз айтып өткендей, сель бағдарламасын қандай несі көмегі бар, қандай одан сол сель бағдарламасымен жұмыс жасағанда қандай нәтижеге қол жеткіземіз. Егер де мониторинг жүргізетін болсақ,
балалардың мынандай 4 дағдысын анықтай аламыз екен, қанша пайызға өскені туралы. Мысалы, эмоциялық хабардарлықты 30%-ға жоғарылатуға болады екен, осы бағдарламаны қолдана отырып. Өзін басқаруды 25%-ға, эмпатия мен әлеуметтік сезімталдықты 25%-ға, қарым-қатынас пен шешім қабылдау дағдылары 20%-ға дамиды екен. Жалпы тәрбиешілерге бағалауды бақылау карталары мен бақылау парақтары, жаңа чек-листтер арқылы жүзеге асыру ұсынылады. Бұл жүйелі түрде әр баладағы ілгерілеуді бақылауға көмектеседі. Яғни мониторингті жүргізген кезде мектепке дейінгі ұйымда жалпы біз бақылау арқылы жүргіземіз бағалауды. Осы жерде жаңағы чек-листтер мен әртүрлі карталар, карточкалар осы арқылы баланың деңгейін анықтауға болады, дағдысын. Эмоционалдық болсын, өзін басқару болсын, эмпатия болсын, әлеуметтік сезімталдылығын болсын, және қарым-қатынас пен шешім қабылдау дағдыларын осы карточкалар арқылы анықтауға болады. Келесі, жалпы әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды дамытуда тәрбиешінің кәсіби рөлі қандай? Ең біріншіден эмоциялық үлгі көрсету. Яғни тәрбиеші өзі эмоциясын дұрыс басқара білуі керек. Балаға үлгі болу керек. Педагог әрқашан сабырлы қарым-қатынас жасау керек. Эмоционалдық тұрақтылығы оның жаңағы өзге балаларға қауіпсіз сезінуге жақсы ықпал етеді. Жалпы үйде ата-ана балаға үлгі болса, мектепке дейінгі ұйымда тәрбиеші, яғни педагог үлгі. Педагог өзі қандай болса, өзін ұстауы, сөйлеуі, жүріс-тұрысы, киінуі, тамақтануы, осының барлығы, сабырлығы, мінез-құлығы қандай болса, сол топтағы балалар да дәл сондай болады. Келесі қолайлы психологиялық орта қалыптастыру. Яғни жаңа алда айтып өткендей, балаларға жағымды орта атмосфера туғыза білу керек. Балалар еркіндікті сезіну керек, бір-біріне сенім арту керек, бір-біріне деген сыйластық болу керек. Бұл жерде эмоционалдық тұрақтылық болу керек. Балалардың әлеуметтік жаңағы бейімделуі де ортаға. Осы психологиялық ортаны қалай қалыптастырасыздар, соған байланысты. Өйткені бала топқа келгенде жаңағы атмосфераны сезіну керек, комфортты сезіну керек, эмоционалдық тұрақтылықты сезіну керек, жаңағы тәрбиешінің, педагогтың көңіл күйінің. Ол ашуланып тұрған жоқ, ол оны жақсы қабылдады балабақшаға деген сияқты. Және ортаға бейімделуі баланың. Осының барлығын тәрбиеші кәсіби түрде жақсы өткізу керек. Енді келесі эмпатияны таңдау дағдысы. Тәрбиеші баланың сезімін жоққа шығармай, оны түсіністікпен қабылдау қажет. Яғни кез келген бала ол жеке тұлға. Баланың жеке ойын тыңдау керек. Оған түсіністікпен қарау керек. Балаға сенім арту керек. Жаңағы бала эмоциялық тұрғыда қолдау көрсету керек балаға. Бала өз ойын ашық жеткізе алу керек. Қандай да бұл эмоционалдық қиындықтарды жеңуге үйренеді бала. Егер де осындай тәрбиешінің кәсіби эмпатиялық тыңдау дағдысы жақсы болса, ол баланың өзін еркін сезінуге, өз ойын толық айтудық тұрғыдан тұрақты болуына жеңіл жаңа үйренуіне ортаға ықпал етеді.
Енді келесі кәсіби дамуды үздіксіз жетілдіру. Сіздер білесіздер, кез келген педагог эмоционалдық интеллектті жақсы білу керек, иә. Үнемі өзінің интеллект деңгейін арттырып отыру керек. Заманауи құралдарды қолдана білу керек. Технологияларды заманауи білу керек, әдістерді білу керек. Оны тәжірибе түрінде күнделікті тұрақты ұйымдастырған іс-әрекетте қолдану керек. Бұл тәрбие жұмысының сапасын арттыруға жақсы мүмкіндік береді. Өйткені қазір 21 ғасырда өте дамыған жасанды интеллект деп жатырмыз. Компьютермен жұмыс жасау, слайд жасау, анимациялық слайдтар жасау, осы технологияларды жақсы меңгеру, ол күнделікті өзінің жұмысында тұрақты қолдану деген сөз. Кез келген педагог осы өзінің кәсіби дамуын үздіксіз жетілдіріп отыру керек. Енді әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды дамытуда ата-анамен өзара әрекеттесу жұмысын жүргізу керек. Яғни ата-аналар үйде баланы қолдайды. Ата-ана баламен эмоционалдық байланысты нығайтады. Үйде күнделікті сезімдер әңгімесін ұйымдастырып жүргізеді. Баланың эмоционалдық қажеттіліктерін шектемеу бойынша кеңестер береді. Яғни жалпы бір сөзбен айтқанда баланы үйде күнделікті қолдау көрсетіп кеңестер беріп отырады. Ал серіктестік технологиялары бұл белсенді ата-ана клубы мен тренингтер ұйымдастыру. Тәрбиешілер үшін ата-аналарға апта сайын қысқаша ақпараттық хаттар жіберудің жаңа үлгісін енгізу керек. Ата-анаға ылғи жаңағы кеңес беріп отыру керек. Күнделікті өздеріңіздің жұмыстарында қандай да сұрақтар жиі кездесетін болса, осы сұрақтарға жауап ретінде ата-аналарға жаңағыдай жадынама дейміз ғой, памятка дайындауға болады. Ол мүмкін баланың физиологиялық тұрғыдан жас ерекшелігіне сәйкес, мысалы 5 жастағы баланың физиологиялық дамуы, немесе 5 жастағы баланың мінез құлқы, немесе 5 жастағы баланың мектепке дайындығы психологиялық тұрғыдан. Осындай жаңағы ата-аналар сұрақ қойып жатса, оларға жауап ретінде осындай жадынама дайындап беру керек. Памятка. Ата-ана осы жаңағы жадынамаларды оқып, өздеріне керекті мағлұматтарды алып отырады. Яғни үнемі ата-анамен тығыз байланыста болу керек, жұмыс істеп отыру керек. Енді жаңа айтып отырғандай, сель бағдарламасының тиімділігі неде? Бұл бағдарлама негізінде халықаралық зерттеулерден өте жаңағы баланың когнитивті қабілеттерін орта есеппен 11%-ға да арттырып, мектепке дейінгі бейімделу қиындықтарын едәуір азайтуға көмектесетін бағдарлама. Жалпы осы бағдарламаны мен жұмыс жасағанда балалардың тәртіп бұзушылығының азаюы 80%-ға өседі екен. Эмпатия деңгейінің артуы 90%-ға, коммуникациялық белсенділігі 80%-ға, бейімделу жылдамдығы 75%-ға өсіп отырады екен, жоғарылап. Бұл бағдарлама, яғни баланың әлеуметтік эмоционалдық дағдыларын дамытуда өте өзінің үлкен көп септігін тигізеді.